Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен кекс дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай бетіне креммен әсемдеуге де болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантты қосып, миксермен араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандай. Келесі бізде оның үстінен сұйық май қосамыз. Айран қосамыз, араластырамыз және разрыхлитель қосамыз. Оның үстінен ұн қосамыз және араластырамыз. Енді осының үстінен мейіз қосамыз. Одан кейін кекстің ыдыстарына салып, осындай силиконовый ыдыстарға салып, 180 градуста 20 минутқа қойып аламыз. Содан кейін біз бетіне крем дайындайтын боламыз. Оған кремге сливки керек және де сахарная пудра керек. Мінекей осындай әдемі крем шықты. Кексті дайындадық. Мінекей астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.